Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Өткен 2020 жылы қатаң шектеу шаралары экономикалық ахуалдың тұрақсыздығы шамамен 2 триллион теңге сомасындағы салықтық шығындар мемлекеттік қолдаудың бұрын сонды болмаған шешімдері мен контрциклдік шараларын қабылдауды талап етті. Нәтижесінде 6 триллионнан астам сомаға дағдарысқа қарсы шаралар пакеті қабылданды. Бұл ұлттық қор қаражатын қосымша тарту, қарыз алу, бір жолғы түсімдер сондай-ақ шығыстарды оңтайландырумен басымдық беру көздері болды. Ағымдағы жылы дағдарысқа қарсы шараларды жалғастыруға бюджетте 1 триллион теңгеден астам қаражат қарастырылған, салық түсімдерінің өсуі байқалады. Нәтижесінде қазірдің өзінде жағдайдың тұрақтануын және экономикалық өсімнен бұрын болжанғаннан тезірек қалпына келуін байқауға болады. Бұл бізге шұғыл мәселелерде шешуге оптимизммен қарауға және 3 жылдық бюджетті қалыптастыру кезінде олардың шешімдері табуға мүмкіндік береді. Бюджеттің негізгі параметрлерін анықтайтын маңызды шешім 2025 жылға дейін 7 триллион теңгеге қосымша қаржыландыруды көздейтін Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы іске асырудың жол картасын қабылдау болды. Ұсынылған 2022-2024 жылдарға арналған бюджет жобасында жол картасында көзделген барлық шаралар өзінен қаржылық келісім тапты. Және осы мақсаттарға 3 жылдық кезінде 3,4 триллион теңгеден астам қаражат көзделген. Оның ішінде мәжіліс қабырғасында депутаттардың ұсынысы бойынша ауыл ел бесігі бағдарламасын іске асыруға қосымша 38 миллиард теңге бөлінді. Жалпы ұсынылған бюджет жобасы 3 негізгі міндетті шешуге бағытталған. Бірінші, мемлекеттің азаматтар алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін мүлтіксіз орындауы. Екінші, коронавирус дағдарыстың салдардың теңестіру мен экономикалық өсу факторларын дамытудың жалпы ұлттық басымдықтарын іске асыру. Үшінші, бюджет келістерін ұлғайту жолымен ұлттық қордан берілетін трансферттерді азайту арқылы олар 1,6 триллион теңгеге азайтылды, мемлекеттік қаржының орнықтылығын арттыру болып табылады. Бұл 2022 жылдың өзінде ұлттық қор қаражатын жинақтау және сақтау режиміне оралуға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде қолдауыңызды сұраймын, назарларыңызға